Бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясы Египет жерінде Мәмлүк империясының алғашқы билеушілеріне қатысты тың зерттеулер жүргізіп қайтты. Осында тарихи тұлғалардың бірі Қыпшақ мәмлүктерінен шыққан әйел билеуші Шаджар ад-Дур-Султан. Сапар Ысқақов бастаған зерттеушілер тобы ұлы далада Мысыр жеріне барған ата-бабаларымызға қатысты жаңа мәліметтер жинап қайтты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Шаджар ад-Дур-Султан туралы біреу білсе, біреу білмес. Бұл тарихи тұлға 1250 жылы көктемде Мысыр елін басқару үшін таққа отырады. Ол кезінде Үндістан жеріндегі Разия Сұлтан сияқты шығыс және мұсылман әлемінің тарихында болған өте сирек әйел билеушілердің бірі. Бұл екі айрықша тұлғада түрк әлемі және орта ғасырдағы Дешті Қыпшақ жерінен шыққан әрі қазіргі қазақ халқынан тарайды. Шаджар ад-Дур ежелгі Мысырға басқа да мәмлүктер сияқты құл болып келген. Уақыт өте келе ол өз ақылы мен іскерлігінің арқасында билікке келеді. Ол таққа отырған соң Египетте Бахри, яғни Қыпшақ мәмлүктердің династиясы орнап, 1250 жылдан 1382 жылға дейін жалғасады. Бұл адамдарсыз, егер олар дәл осы уақытта Мысыр жерінде болмағанда, Египет крест жорықтарынан немесе татар-моңғол шапқыншылығынан зардап шегуі мүмкін еді. Біздің халықта темірді тек темір ғана майыстырылады деген қанатты сөз бар. Қыпшақ мәмлүктер темірдей мықты болғандықтан осындай сынға төтеп бере алды. Шаджар ад-Дур-Султан бейбарыстан бұрын билеуші болған. Және атақты бейбарыс оған ерекше құрметпен қараған. Шаджар ад-Дур Мысырды бір жыл көлемінде, яғни билікте аз ғана уақыт отырса да, елдің тарихында айрықша орынға ие. Өйткені оның кезінде француз королі Людовик 9 бастаған крест жорығына тойтарыс беріліп, елде бейбіт өмір орнайды. Оның көз тірісінде-ақ Асмат ад-Дин деген лақабаты болған. Ол қазақ тіліне аударғанда діннің қорғаны, дінді сақтаушы деген мағына береді. Шаджар ад-Дур-Султан қайтыс болған соң Каирде арнайы мавзолейде жерленген. Бүгінде ол тарихи жерге айналған. Бабалар ізімен экспедициясы Египет пирамидаларына да арнайы ат басын бұрды. Себебі Мысыр елінде дәл осы пирамидалар мен мәмлүктерді байланыстыратын көнеден қалған аңыз бар. Жанымызда тұрған мынау пирамида биіктігі әуелі 146 метр болған. Бірақ төбесінде құлаған, қазір мұның биіктігі 137 метр. Пирамиданың аты Хеопс деген фараонға салынған нәрсе. Ал енді бір аңыздар бар. Біздің бабаларымыз, оның ішінде Сұлтан бейбарыс, ең анау жоғарғы үстіне 12 қанат кигіз үйден үй істеп, сол кигіз үйді орнатты деп. Сондай 12 қанат үйді орналастыратын, қоятын, оларда жер бар. Каир қаласындағы атақты цитадель туристердің ең көп келетін жері. Бұл тарихи нысанды салу туралы бұйрықты атақты қолбасы Салахуддин әл-Аюбидің өзі берген еді. Цитадель 7 ғасыр бойы Мысыр елінің билеушілері өмір сүріп мемлекетті басқарған жер. Оның көлемі 18 гектарға жуық. Мұнда кезінде сарайлар, мешіттер, музейлер, әскери казармалар мен қоймалар орын тепкен еді. Дәл осы жерде де Қыпшақ мәмлүктердің ізі қалған. Атап айтар болсақ, ан-Насыр Мұхаммед сұлтан кезінде осында үлкен мешіт салдырған. Ол Бұқара мен Самарқандағы ғимараттарға ұқсас. Ирандық стильде салынған. Мұнда 5000-ға дейін адам сияды. Бүгінде ол Каирдегі көрнекті мәдени орындардың бірі. Саят Жөкенұлы, Арман Данышбаев және Қуаныш Қожабеков, Хабар 24 үшін.